Орыстың келініне қойылатын топ 3 сұрақ. Бірінші сұрақ: христиан дінін қабылдадың ба? Әрине жоқ. Орысқа тидің, автоматически сен христиан болып кеттің деген заң жоқ қой. Альхамдулиллах, мұсылманмын, Аллаға шүкір, басқа дінге өтетін әлі ойымда жоқ. Екінші сұрақтардың бірі: шошқа етін жейсің ба? Құдай-ау, кім айтты бүкіл орыстың бәрі шошқаның етін ғана жейді деп? Шыны керек, біздің отбасы ешкім шошқаның етін жемейді. Қазақ отбасында олай бешбармақ көп жасалмайтын шығар, біздің үйде жасалғандай. Айына 4-5 рет біз бешбармақ жасаймыз. Үшінші сұрақ: әке-шешең қайда қарап жүр? Менің анам түсінігі мол адам. 3 жыл бойы төсек тартып ауырып жатқан кезде Алладан амандығымды сұрап, дәрігерден ғұмырымды сұраған адам. Ал енді қалай ойлайсыздар, осындай кезде менің таңдауыма ол кісі қарсы болатын бе еді? Әрине, ол адам ұрып өлтірмейтіндігін, аштан қалдырмайтындығын біліп, менің таңдауыма қарсы келмеді. Я, түсінем, анама да қиын. Құда-құдағи деген сияқты барлық жоралғыларды жасақсы келеді. Құдайға шүкір, менен кейін де інім мен сестренкам бар. Алла қаласа солардың тойында бір дүркіретіп жүреміз. Болды, депрессияға түспей бәрің шығыңдар енді. Ал енді бүгінгі күнге келетін болсақ, үйдегілердің бәрі тұмауратып ауырып жатыр. Сіздер де ауырып жатырсыздар ма? Ауа райы тез өзгерсе, біз де сөйтіп ауырып қаламыз. Ренжімесіздер, ауырып отырып басочка жасап едім. Осындай освежитель алып едім, иісі деген күшті ғой прям.